Ары қарай мына жерде астын сызып белгілеп қоятын белгі, астын сызып қоюға болады, немесе алып тастауға болады. Үстінен сызып қоюға болады, немесе алып тастауға болады. Тура сол сияқты егер жаңадан текст енгізген кезде сол жаңадан енгізіліп жатқан текст қалың жазылу керек болатын болса, белгілемей ақ бірден осылай жирныйды басып, сізде компьютерде Ж деген белгі тұрады көбінесе, кәдімгі қарапайым Word программасында Ж деген белгі тұрады. Осылай жазып кете берсеңіздер болады. Сол кезде қалыңмен жазылатын болады. Және де x квадрат деген бұл көбінесе дәрежені жазуға арналған, немесе жоғары жаққа жазу керек болатын болса, осыны жазсаңыздар болады, осылай жазсаңыздар болады. Бұл көбінесе математика пәнінің мұғалімдеріне көбірек керек болады. Мысалға x квадрат, y квадрат деген сияқты. Немесе осылай қоюға болады. Алып тастасаңыздар да болады, соответственно. Ары қарай мынау тексттің түсі, мысалы мен мынаны выделить етіп алатын болсам, ерекшелеп алатын болсам, осылай тексттің әріптерінің түсін осылай өзгертсем болады. Мына жақтан шрифтті қайтадан таңдайын. Осы жерден текстті белгілеп алған кезде, фломастермен белгіленгендей, мына жақтан таңдауға болады. Мысалға, осылай белгілеп қоюға болады. Тексттің өзінің сыртынан белгілеп қоюға болады осылай. Және де астында қарасаңыздар, сол жақтан бастап жазуға болады, ортадан қоюға болады. Без цвета қойып қойса, тақырып болатын болса, ортадан осылай қою керек болады сіздерге. Егер қандай да бір өтініш, бір ресми құжат, өтініш, арыздарды осылай сол жақтан бастап жазу керек болады, шапкасын жасаған кезде. Және де мынадай ұзақ тексттер болатын болса, осылай екі жағын реттеп бірдей етіп қоятындай етуге болады. Бір шаққа былайынан артқа қоюға болады, яғни отступ дейміз, былайынан абзац қоюға болады, немесе қайтадан жақындатуға болады. Және де мына жерде бізде маркерленген списокты осылай белгілеуге болады, немесе маркерленген списоктың түрлерін осылай өзгертуге болады. Мына жерде өзінің арнайы стильдері бар. Мысалға, мынаны таңдап көрейік. Одан бөлек нумерация қоюға болады. Мысалға, мен мына жақтан Enter'ді басып, тағы да текст енгізетін болсам, кез келген, осылай маркерленген списокты қоюға болады. Және де мына жерде маркерленгеннен бөлек, мен мынаны выделить етіп алатын болсам, тағы да ерекшелеп алатын болсам, мына жерден нумерация қоюға болады. Нумерацияны осылай қоюға болады. Нумерацияның жаңағыдай түрлері көп мына жерде. Enter'ді басқан кезде қараңыздар. Мына жерде мына белгіні басатын болсақ, отступ деп айтылады. Бұл отступты бассаңыз, бұл көбінесе тест жасаған кезде керек болады. Осылай варианттармен сразу енгізіп кете берсеңіздер болады. Өздеріңізге список жасап алсаңыздар болады. Қандай да бір ғылыми жұмыспен айналысатын болсаңыздар да, осындай списокты қолдансаңыз болады. Яғни бұл мазмұндарда көбінесе кездеседі. Кітап жазатын адамдар осылай қолдану керек болады. Осындай нумерацияның түрлері бар. Артық тексттің барлығын алып тастай салайын. Нумерацияны алып тастай салайық. Межстрочный интервал деп тұр. Бұл көбінесе екі қатардың арасындағы, мысалға, астына жазсақ тағы да арай деп. Қараңыз, екі қатардың арасындағы ара қашықтық. Бұл көбінесе текстіңіздің көп көрінуі үшін керек болады. Мысалға, бет саны керек болатын болса, сондай кездерде осы арасын үлкен етіп қоюға болады. Минусты басатын болсаңыз, минимум 1 болады бұл жерде. Бірден артыққа кемімейді аралығы. Және де максимум 2-ге дейін барады. Ары қарай міне көрініп тұрсыз. Басылмайды, көрдіңіздер ме? Енді мына жерде бізде колонкалар бар. Колонка деген көбінесе газеттерде кездеседі. Байқасаңыздар, бұрын газет оқыған жандар бар болса, газеттерде көбінесе осындай колонкалар кездеседі. Және де қандай да бір тест тапсыратын адамдар көбінесе осы колонканы пайдаланады. Шпаргалканы кезінде біз студент кезімізде осылай жасайтынбыз. Осы студенттер бар болатын болса арамызда, шпаргалканы жасаған кезде осы колонкаларды пайдаланып шпаргалка жасауға болады. Интервал между столбцами деген, яғни екі
екі колонканың аралығындағы арақашықтық, яғни мына жерде бір колонка, мына жерде екінші колонка, мына жерде үшінші колонка болатын болса, осы екеуінің арасындағы арақашықтық, мысалы үшеуінің арасындағы арақашықтық 0,5 сантиметр, 0,5 жарты сантиметр ғой, былайша айтқанда 5 миллиметр. Осылай қоюға болады форматтарды. Және де плюсті басатын болсаңыздар, бұл жерде сіздерге ссылка қоюға болады, сурет қоюға болады, таблица қоюға болады. Таблицаны қойған кезде де мысалға қанша баған, қанша қатар екен барлығын таңдап осы жерге қоюға болады. Және де разрыв деген, міне мынау разрыв. Разрыв деген бетті екінші бетке ауыстырады. Сіз мысалға мынаны жаздыңыз, разрыв тұр. Демек бұл уже мына текстіміз біздің екінші бетте тұр. Мына бірінші бетте тұр, мына екінші бетте тұр деген сөз. Міне мына плюс дегенде сол тұр. Және де номер страницы. Нумерацияны осылай телефонда осылай қоюға болады. Нумерация деп жоғары жақтан таңдасаңыз болады. 4 түрі тұр. Және де бірінші бетті жай ғана тақырып беті етіп, екінші беттен бастап нумерация бастауға болады. Немесе астынан бастауға болады деген сияқты. Астынан бірінші беті тақырып, одан кейін екінші беттен бастап нумерация бастауға болады. Осының қалағанын таңдап жасай берсеңіз болады. Міне қараңыз. Мынау бірінші бет. Мынау уже екінші бет. Көрдіңіздер ме? Не, қараңыз. Біз жаңа разрыв қостық екі беттің арасында. Бізде, соответственно, екі бет бар. Қараңыздар, көрдіңіздер ме? Нет, бізде даже 3 бет бар екен. Разрыв екі рет қосылып кеткен сияқты. Міне үшінші бет, мына жақта екінші бет, мынау бірінші бет дегенде. Тура осылай жұмыс жасай берсеңіздер болады. Бет бізде страницаны қосқан кезде шықты, байқадыңыздар ма? Бұдан алдын жай ғана разрыв деп тұрған еді. Енді мен документті өшіріп тастап, документ программасын өшіріп тастап, сіздерге компьютерда қалай көрінетінін көрсетейін. Так, Google документті өшіріп тастайын. Google дискті де өшіріп тастайын. Скачать етпей-ақ жұмыс жасай беруге болады бұлармен. Өйткені бізде браузер бар. Браузерге кіреміз. Міне мына жерде 9 нүкте тұрады. Осы 9 нүктеден дискке кіреміз. Мен сіздермен жұмыс жасап жатқан мына аккаунт. Осыған кіреміз. Кірген кезде міне новый документ деп тұр. Көрдіңіздер ғой? Осыған кіреміз. Жаңағы жұмыс жасаған біздің документіміз міне осылай көрініп тұрады. Тіптен программаны скачать етпей-ақ, Google документті скачать етпей-ақ, сіздерде осылай тұратын болады. Тура сол сияқты создать, немесе мына жақтан суретке түсіріп осында сақтап қойға болады. Яғни сізде Google-дың жаңағыдай аккаунтының паролі мен логини бар болатын болса, өзіңізге қажетті құжаттардың барлығын кез келген жерде, кез келген уақытта, кез келген құрылғыда, тек қана интернет болса болды, ашып ала аласыз. Әрі қарай тура сол сияқты создать деп Excel таблицамен, яғни Excel таблица бұл жерде Google таблица болып тұр, ал бізде Word документ Google документ болып тұр. Тура осылай жұмыс жасай берсеңіздер болады. Дәл компьютердағы сияқты бұл жерде де папка создавать етуге болады. Мысалға, сізде папка болсын суреттер, қандай да бір суреттерді енгізуіңіз керек болатын болса, суреттер деп создать етіп қойсаңыз болады. Және осы папканың ішіне өзіңіздің суреттерін салып қойсаңыз болады. Бірақ бұл жердегі бір минус, память саны 15 гигабайтқа дейін ғана. Объем хранилища, яғни сіздің жадыңыз, жаңағыдай облакадағы жадыңыз 15 гигабайтқа дейін ғана барады. Одан көп құжаттарды, одан көп документтерді қабылдай алмайды. Сол себепті оны ескеріңіз міндетті түрде. Әрі қарай жұмыс жасау үшін, онымен әрі қарай көбірек құжаттар сақтау үшін сізге қосымша төлемақы төлеу керек болады. Увеличить дейтін болсаңыздар, сіздерде мына жақта айына, жылына деп осындай пакеттер шығады. Яғни, мына мысалға 2 айға дейді. Жоқ, бір айға 240 теңгеден дейді. 2 ай бойы 240 теңгеден төлеп, 3-ші айдан бастап 990 теңгеден айына төлесеңіз болады. Немесе жыл сайын 8900 теңгемен бір жылға төлесеңіз болады. Бірінші жыл 8900 теңге, одан кейін 9900 теңгеден төлеп отырсаңыз болады. Міне осылай. Мына жақта басқа да пакеттер бар екен. Бұл әзірге сіздерге қажет емес, өйткені сіздер тек қана
жай ғана документпен жұмыс жасап үйреніп, скачать етіп алып, сөйтіп жүрсеңіздер болады. Міне осындай жұмыстармен жасаған кезде, офистік жұмыстармен жасайтын болсаңыздар, осылай дискке сақтап, кез келген жерде, кез келген уақытта интернетпен ғана жұмыс жасай берсеңіздер болады. Және оны компьютерға сақтап ала аласыздар, телефонға да сақтап ала аласыздар. Мысалға, мына жерде скачать деген батырманы басатын болсам, мен өзім телефоныма сақтап, оны бөлісе аламын. Яғни WhatsApp-та болсын, кез келген жаңағыдай почта болсын, сол нелермен, документпен мен бөлісе аламын. Немесе ссылканы копировать етіп, доступ бере аламын. Бірақ ссылка берген кезде, ол ссылка берілген адам оны өзгерте алуы мүмкін. Сол себепті сіздің документіңіз құртылып кетпеу үшін ссылкамен емес, скачать етіп алған ыңғайлырақ болады.